АКШ президенті Дональд Трамп Ормуз бұғазын ашу туралы келісім сәрсенбіде жасалып қалуы мүмкін екенін білдірді. Бірақ келіссөз нәтиже бермесе, Тегеранға ауыр соққы берілетінін де жасырмады. Әлемдік мұнай мен газ тасымалының басты күретамыры саналатын бұл су жолы тараптар арасындағы ең басты даулы нүкте. Сәуірде атысты тоқтату туралы келісім жасалғанымен, дәл осы бұғаз мәселесі ұрысты қайта өршітіп жіберген еді. Иран бұғазды толық бақылауға алып, кемелерден баж салығын жинауды көздейді. Ал 28 ақпанда соғыс басталғанға дейін Тегеранда мұндай құзырет болмаған еді. Калифорнияда Трамп келіссөздің өте сәтті өткенін айтты. Бұл оның Иранға қатысты бұрынғы сесті сөздерінен кейін райынан қайтқанын көрсетеді. The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II. And they called me and said, very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk. Let's get it done. Finally, let's get it done. Трамп байланыс бар десе де, Иран ақшпен ешқандай келіссөз жүргізіп жатпағанын айтып, өз сөзінен танбай отыр. Ал екі арада жүрген қатар тарапы Вашингтон мен Тегеран арасында тікелей келіссөз жоқ екенін, бірақ дипломатиялық әрекеттердің жалғасып жатқанын жеткізді. АКШ бұқаралық ақпараттық хабарлауынша, келісім аясында Иран мен Оман арасындағы бұғазда кемелердің 60 күн бойы қауіпсіз өтуіне жағдай жасалуы мүмкін.